Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Кегок компаниясы SPO өткізетіндігі туралы естідіңіз бе? Егер естіген болсаңыз, бұл видео сізге қызық болады деп ойлаймын. Ал естімеген болсаңыз, тың ақпаратты тыңдай отырыңыздар. Кегок компаниясы SPO жариялады. Бұл компанияға инвестициялауды қарастырып жүрген инвесторларға жағымды жаңалық. Осы жаңалықты тереңірек түсіну үшін бұл видеода біріншіден SPO сөзінің мағынасын түсінетін боламыз. Екіншіден, Кегок компаниясымен танысамыз. Және үшіншіден, Кегок компаниясы өткізгелі отырған SPO туралы айтатын боламыз. Осы сұрақтар сіздерді қызықтыратын болса, видеоға лайк басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Менің өтінішімді орындап болсаңыздар, онда SPO ұғымымен танысуды бастайық. Бұл қысқартылған сөз ағылшынша Secondary Public Offering деген ұғымнан шыққан. Егер тура аударатын болсақ, екінші рет жария орналастыру деген мағына береді. Осылайша, SPO ол компанияның акцияларын биржаға қайта орналастыру, яғни әлде қашан нарықта саудаланып жатқан біреуге тиесілі акция кез келген жеке инвесторға қайта сатылады. SPO кезінде акцияны сіз бен біз сияқты жеке инвесторлар емес, компания егерлері, яғни алғашқы акционерлері немесе венчурлық фондтар сатады. Кегок компаниясының жағдайында компанияның егерлерінің бірі болып табылатын самұрық қазына қоры өзіне тиесілі акциялардың 5%-ын қайталама нарыққа шығаратын болады. SPO негізінде жалпы 15.294.118 дана акция қайталама нарыққа шығатын болады. Осылайша, самұрық қазынаның компаниядағы үлесі 90%-дан 85%-ға кемитін болады. Ал қалған компанияның 7,25%-ы бірыңғай зейнетақы жинақтау қорына, ал қалған үлесі жеке инвесторларға тиесілі екендігін біліп жүріңіздер. Бұл SPO-ның негізгі мақсаттарының бірі жекешелендіру мен, яғни бизнесте мемлекеттің үлесін азайтумен байланысты. Кегок компаниясы самұрық қазынаның еншілес компаниясы болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, самұрық қазынаның жалғыз акционері Қазақстан Республикасы болып табылады. Компанияның немен айналысатындығы көпшілікке мәлім деп сенемін. Сонда да, Кегок Қазақстан Республикасының жеке электр энергия желісінің жұмыс операторы болып табылатындығын айта кетейін. Компания өз саласында нарықта монополист болып табылады. Ол елімізде 1997 жылдан бастап қызмет етеді. Ал 2014 жылдың күзінде компания IPO өткізді. Яғни, алғаш рет компанияның акциялары қор нарығында саудалана бастады. Сол кезде компанияның акциясы 505 теңге көлемінде саудаланса, қазіргі бағасы 1570 теңге төңірегінде. Яғни, осы уақытқа дейін компания акциясы 212% табыстылықты көрсеткен. Ал болашақта аналитиктер акция бағасы 1853 теңгеге дейін өседі деп болжауда. Осыған қоса, энергияның қымбаттауы және болашақта энергияға сұраныстың артуы мүмкін деген болжамдар компанияның нарықтық бағасына оң әсерін тигізетіндігі сөзсіз. Энергетика министрлігінің айтуынша, электр энергиясына деген сұраныс елімізде 2028 жылға қарай 4 есе ұлғаяды деген болжам бар. Кегоктың инвесторлар үшін тағы бір жағымды тұсының бірі ол компанияның дивиденд төлейтіндігі. Отандық басқа компаниялармен салыстырғанда, басқа компаниялар сияқты жылына бір рет емес, керісінше 2 рет дивиденд төлейді. Дивиденд көлемі әр жылы әртүрлі болды. Әрбір акция үшін 77 теңгеден бастап 150 теңгеге дейін көлемде дивиденд төленді. Компания касса қор нарығында саудаланады және қайталама орналастыру да кассада өтетін болады. Қайталама орналастыруға кез келген инвестор өтінім бере алады. Өтінім беру брокерлік шот арқылы жүзеге асырылады. Алайда, табыс қолтаңбасы арқылы, Қазпошта бөлімшелері арқылы да өтінім беруге болады. Өтінім беру 16 қазан мен 2 қараша аралығында жүзеге асады. Сіздерді компанияның үлескері болу қызықтыратын болса, акцияларды
қайталама нарықтан сатып алуға кеңес беремін. Инвестицияламас бұрын компанияға анализ жасап, компания акциясын сатып алу өзіңіздің қаржылық жоспарыңызға сәйкес келеді ме, соны анықтап алыңыз. Әрбір инвестиция тәуекелмен байланысты екендігін ұмытпаңыз. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелгендеріңізге көз жеткізіп қойыңыздар. Компания жайлы пікірлеріңіз қандай? Өз пікірлеріңізбен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.